балаларыңызға мынандай заттарды алып бергенше, олардың мынандай қыз теке мен ұл текелердің флагтарын насихаттаған, ақырған аю мен ысқырған аждаһадан спортпен шұғылданыңыздар. Сәлем, достар. День 2 раза вот это упражнение делайте, и спина не будет болеть деген ба? Қалжың әрине. Егер шын мәніне келетін болсақ, достар, балаларыңызға мынандай заттарды алып бергенше, олардың мынандай қыз теке мен ұл текелердің флагтарын насихаттаған және балаларыңызға мынандай неше түрлі гаджеттер алып бере берсеңіздер, олардың психологиясы және денсаулығы кейінге деградацияға ұшырайды. Балаңыз дамымайды. ЛГБТ қоғамдастығын, жаңағы қыз теке 91 сияқты топтар көбейіп, қоғамда бұзатын болады. Болашақта Қазақстан алға дамымайды. Одан да мынандай заттардың орнына бар болғаны 2000 теңгеге толар-толмас осындай заттарды алып беріп, балаларыңызды дене шынықтырумен баулығандарыңыз дұрыс болады. Және де бір амалға себепкер болады ғой. Осылай Геннадий Головкин да басқа да спортшылар, чемпиондар көшеде қорғану мақсатында осындай спортқа барып, қазір әлем чемпионы болды. Сол сияқты балаларыңыз болашақта чемпион болмаса да, мынандай осындай алып қоғам Қазақстан осы территориямызды ең құрмағанда ақырған аю мен ысқырған аждаһадан жерімізді қорғайтын болады. Сондықтан балаларыңызға осындай заттарды алып беріңіздер. Достар, мынандай құрал жабдықтар, турник сияқты спорттық құрал жабдықтар адамның зейіндігін, шапшандығын және қоғамда белсенді көңілді жүруін арттырады. Сондықтан осындай заттарды үнемі пайдаланыңыздар. Спорт денсаулық кепілі. Сондықтан спортпен шұғылданыңыздар.